Қайырлы күн, достар. Балық қуырғанда көбіңіз балықтың басын тастайсыздар, я? Сол балықтың басын тастамай өте дәмді тамақ жасауға болатынын білесіздер ме? Егер білмесеңіздер, онда видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Өйткені қазір сол балықтың басынан тамақ жасайтын боламыз. Ең бірінші балықты алып, осындай етіп, тап-таза қылып, тазалап, жуып, арасының бәрін ашып, жел безегі деген сияқты жеуге болмайтын жерлерін бәрін алып тастайсыздар. 4 зубчик чеснок, сәбіз, картошка, пияз және болгар бұрышын ашып дайындап қоясыз. Осы жерде көрсетілген заттардың барлығының мөлшерін осы видеоның астынан описаниеден көре аласыздар. Ең бірінші қазанға май құйып, қызғаннан кейін пиязды салып, жақсылап қуырасыздар. Сәбіз саламыз, қуырамыз сәбізді. Болгар бұрышын саламыз, қуырамыз. Картошканы саламыз, жақсылап қуырып аламыз. Чеснок саламыз. Томат саламыз. Егер томат болмаса, орнына помидор қоссаңыздар болады. Помидормен де өте керемет болып шығады бұл тамақ. Барлығын жақсылап тағы да бір рет қуырып аламыз. Су құямыз. Суымыз мына картошкамен бірдей болып тұру керек, одан асып тұрса да болады. Татымына қарай тұз саламыз. Лабыр жапырағын қосамыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш және өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Барлық қосылатын заттарды салып болғаннан кейін осылай бетіне балықты қойып шығамыз. Қазанның қақпағын жауып 40-50 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. 40-50 минуттан кейін ашып қараймыз. Міне біздің балығымыз піскен, дайын. Міне достар, біздің тамағымыз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, витаминге өте бай тамақ. Егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, достар.